Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәрумендерге толы өте пайдалы қазақтың ұлттық тағамдарының бірі тарыдан жасалынатын майсөктің рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі бізге осындай стаканның көмегімен тары қажет. Қуырылған тары менде жақсылап жуып тазартып аламыз. Алғашында осылай жуылған кезде суымыз ластанып қарайып кетеді. Яғни суымыз тазарғанша 4-5 рет қайтара жуып тазалап алатын боламыз. Мінекей мен осылай 5-6 рет жуып тазалап алдым. Осылай суымыз тазарып кішкене ақшыл түске енген кезде ғана тарымызды жууды тоқтатамыз. Енді жуылған таза тарымызды барынша суын сіңдіріп алып ыдысымызға салып алатын боламыз. Енді бізге сүт қажет болады. Сүтті міндетті түрде бір бұрқ еткізіп осылай қайнатып аламыз. Енді осы қайнатылған сүтті жаңағы тарымыздың үстіне құйып қоятын боламыз. Бойынан сәл асырып құямыз. Енді қасықтың көмегімен бір араластырып жібереміз. Және бетін жауып бір 20 минут шамасында қалдырып қоямыз. Біздің тарымыз сүтке бұқтырылатын болады. 20 минут шамасында қараңыздар, толықтай біздің сүтіміз сіңіп, тарының бойына өзіне сіңіріп алған, үлкейіп тарымыз осылай 2 есе ұлғаятын болады. Мінекей осылай шашырап күшті болып шықты. Яғни біздің тарымыз толықтай пісті. Енді осы піскен тарыны осындай таза орамалдың үстіне барлығын жайып, осылай қасықтың көмегімен жайып қоятын боламыз. Біз тарыны кептіретін боламыз. Кішкене суынан осылай бетін жауып 40 минут шамасында қалдыратын боламыз. Барлығын көз мөлшерімен жасадым. Шамамен описание бөліміне мөлшерін қалдырамын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Мінекей қыздар, біз толықтай тарыны кептіріп алдық. Толықтай суына сіңіп осылай шашырап шықты. Қараңыздар, өте керемет. Енді бізге сары май қажет болады. Үйдің сары майы болса тіпті керемет. Менде 82% сары май. Енді татымына қарай қантымызды қосамыз. Мен 2-3 ас қасықтың көмегімен қостым. Аз қаласаңыздар тәтті болған аз қоссаңыздар болады, немесе тәтті болған қаласаңыздар қантты көбірек қосасыздар. Енді майымызды ерітіп аламыз. Мен осылай микроволновкада ерітіп алдым. Шамамен барлығын көз мөлшерінше қостым. Барлық сары майды ерітіп алып, осылай тарының үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде қантымыз, майымыз, тарымыз бәрі араласып, дәмі бір-біріне сіңуі қажет. Қараңыздар достар, мінекей біздің осымен тарымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дәл осы менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді, әсіресе емізулі аналарға өте пайдалы. Сүті көбірек болады, сондықтан пайдалы дәрумендерге толы майсөкті жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.